Сәлем, менің 4-ші сынып оқушыларым. Бізде бүгін жаңа тарау, яғни 6-ші тарау, Unit 6, Healthy World. Healthy деген ол дені сау, салауатты өмір салтын білдірсе, world деген ол әлем деген мағына білдіреді. Яғни біз салауатты өмір салты туралы өтетін боламыз. Олай болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз оқушылар. At page 82, 82-ші бетті ашамыз оқушылар, суретке қарайықшы. Суретте біз оқушылардың дұрыс тамақтанып отырған суретін көреміз, оқушылар. Олай болса, соған байланысты тапсырмаларды орындайтын боламыз. At page 83, look at exercise 1. Exercise 1, look at the picture, answer the questions. Олай болса, балдар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Суретке қарап, сұрақтарға жауап бер дейді. 4 сұрақ берілген, 4 сұрақты оқып, балалармен қазір жауаптарын жазып кететін боламын. Бірінші сұрақ бізде. Where are the children? Оқушылар қай жерде отыр дейді? At the school cafeteria, яғни мектеп асханасында. Екінші, can you name any of the food? Тамақтың түрлерін атай аласың ба дейді. Екінші, salad, sandwich, juice деп айта беруге болады. Үшінші, is the food healthy? Тамақ бізде тағамның түрі ол денсаулыққа пайдалы ма? Yes. Және төртінші, what do you usually eat of school? Fruit. Әдетте мектепте немен тамақтанасың, нені жейсің дейді. Бізде fruit, яғни ол жеміс жидектер деп жазып қоямыз. Келесі, thinking cap, read and choose, there are 2 extras. Яғни бізге ойлану тапсырмасы берілген, оқып таңда дейді. 2 артық сөйлем бар, біз тек дұрыс, яғни healthy eating, дұрыс пайдалануға, дұрыс тамақтануға қатысты 3 сөзді жазуымыз керекпіз. Бірінші ол бізде 1, gives your body what it needs to work properly. Яғни дұрыс тамақтанған ол біздің денеміздің дұрыс қимылдауына, дұрыс жұмыс жасауына әсер етеді. Екіншісін таңдаймыз. Gives you more energy. Бізге күш қуат береді. Және төртіншісін таңдаймыз. Stops you getting sick. Яғни семіздіктен, толып кетуден бізді сақтайды. Міне осылай екінші тапсырманы жазып аламыз оқушылар. Next, exercise 3, healthy bodies 2. Ол жерде make sentences to complete the poster. Постерді құрау үшін орны ауысып кеткен сөйлемдерді дұрыс қойып шығу керекпіз, яғни суретке қарай сәйкес сөйлемдер шығады. 4 ways to be healthy body, яғни 4 денімізді сау ұстау үшін 4 жолды бізге жазып кеткен. Біріншісі мысал берілген, eat more fruit and vegetables. Көп жеміс жидек пен көкөністерді жеу керек. Екінші, get active every day. Күнделікті белсенділікті танытуымыз керек, көп қимыл әрекет жасап. Және үшіншісі, drink a lot of water. Drink a lot of water. Яғни көп су ішу керек. Және төртіншісі, оқушылар, мен мына жерде қалдырып кетіппін, жазып қоямын. Sleep 10 hours. Sleep 10 hours. Яғни сағатына, күніне 10 сағат дұрыс ұйықтау қажет екен. Енді келесі тапсырма, exercise 4. In pairs, write 2 more ways to be healthy body. Draw pictures, present them to the class. Бұл жерде жұптық жұмыс жасауға болады, яғни сыныпқа дұрыс тамақтануға байланысты сурет салып, әркім өзінің ойындағы, қиялындағы суретті салып, оны классқа, яғни сыныпқа көрсетіп айтуға болады. Мен тек қана өзімнің ойымдағымды жаздым, балдар өзгертіп жаза беруге болады. Мысалға, балықты және тәттілерді салып қоямыз, бізге қайсысы пайдалы? Бізге балық пайдалы. Сондықтан eat fish. Балықты көбірек жеген бізге денсаулығымызға пайдалы. Ал нені жеуге болмайды көп? Don't eat sweets and sugar. Яғни тәттілер мен қантты көп жеуге болмайды деп сызып қойдық. Міне осылай әркім өз ойынша жаза беруге болады. 4-ші тапсырманы оқушылар. Енді келесі бетті ашамыз. At page 84, exercise 5, listen, point and repeat, then match. Тыңдаймыз, қайталаймыз және сәйкестендіреміз оқушылар. Мен астына жауабын жазып кеттім. Қазір оқып шығамын. Бірінші бізде B, яғни salt and pepper. Ащы бұрыш пен тұз. Екінші бізде I, mushroom, яғни ол бізде саңырау құлақ. Үшінші H, mustard,
ол бізде соус деп те айтуға болады. Төртінші G sausage, ол бізде шұжық. Бесінші J mayonnaise, ол бізде майонез. Алтыншы D olive oil, яғни май, оливковый май дейміз. Жетінші A lettuce деген ол шөп, балдар, салатқа қосатын шөпті айтамыз. Сегізінші C cucumber, огурцы деп айтамыз, орысша бәдірен. Тоғызыншы E cabbage, орам жапырақ, және оныншы F pizza, барымыз білеміз. Міне осылай 5-ші тапсырманы жазып аламыз. So next, exercise 6, thinking cap, ойлану тапсырмасы. You want to make a salad in pairs, decide what to include. Яғни, сен жұбымен бірге салат жасап жатсың, және суретте берілген суреттерге қарап отырып, заттарға қарап отырып, оның ішіне не қосасың, сол туралы ақылдасу керексіңдер. Мысал берілген, және мен тағы да өзім астына жазып өттім, балдар. Өзгертіп те жазуға болады, оқып берем. Мысалға, let's put some tomatoes in our salad. B қыз айтады, yes, sure, why not? A, let's put some carrots in our salad. B, oh no, let's put some cucumbers. A, let's put some mayonnaise in our salad. B, yes, sure, why not? Яғни екі адам диалог болып, айтып берсе, немесе оқып берсе болады, оқушылар. Ары қарай жалғастырамыз. At page 85, 85-ші бетте, төбеде study spot тұр, яғни ереже. Бұл жерде қараймыз. Мысалдармен берілген. Бірінші мысал, Tina and Mary are cooking now. Яғни бұл жерде Тина мен Мери екі адам болғандықтан көпше түрде бізге are көмекші етістігін қолданғанбыз, және етістік cook деген етістіктің артына ing жалғағанбыз. Іс-әрекет нақ осы шақта болып тұр, Астындағы мысалда, they are having a birthday party this afternoon. Олардың бүгін, яғни бүгін түсте туған күндері болады деп, мысалын бәрінде жасылмен белгіленген, уақытты көрсетіп тұр, яғни қазір бүгін екен, және to be көмекші етістігі are қолданып тұр, етістіктің артына ing қолданып тұр. Міне осы бойынша біз келесі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Then exercise 7, match, then talk with a friend. Сәйкестендіріп, досыңмен бірге, бүгінмен бірге оқып бер дейді. Бізде біріншісі D болады, wash the dishes, helping at home makes mom happy. Екінші A болады, eat an apple, eating fruit keeps us healthy. Үшіншісі buy mushrooms, ол бізде B болады, going shopping is a lot of fun. Төртіншісі go to the gym, ол бізде E болады, exercising gives me more energy. Және бесіншісі make dinner C болады, cooking is my hobby. Міне осы сәйкестендіреміз, және астына қысқаша диалог ретінде жазып қоямын. Мысалға, what are you doing? I am going to the gym. Going to the gym? Yes, exercising gives me more energy. Яғни бір сөйлемдерді ішінен қолданып, міне осылай диалог жаздым. Өзгертіп те жазуға болады, оқушылар жазып аламыз. So next exercise 8, who is doing what for tomorrow's party? Listen and match, then say. Бұл жерде ертеңгі болатын туған күнге кім не істейді, яғни жанына мен балдар тыңдалымды беріп қойды, мәтінді соны қарап отырып жазуға болады. Ал мен қазір дұрыс нұсқаларын оқып беремін. Бірінші аяулым, бірінші суретке бізге аяулым жатады, екінші суретке қарлығаш, үшінші сурет бақытжан, және төртінші сурет ол бізде Нұржан. Міне осылай жазамыз. Келесі exercise 9, бұл жерде де ойын түрінде берілген, let's play, яғни бұл ойын түрі кезек-кезекпен сыныпта ойналатын ойын. Бір адам бір затты айтады, және келесі адам ол затты қосып, тағы да өзін затын айтады. Солай кезек-кезек айтып кете бересіңдер. Бұл жерде өте көп, неше түрлі ойындарды ойнауға болады. Мен қысқаша жазып кеттім. Оқып, жазып алсандар, түсініп алсандар болады, оқушылар. Ары қарай жалғастырамыз. Exercise 10, келесі бетте оқушылар. Listen and read what is the text about. Choose. Келесі бетте мәтіндер берілген, қысқаша мәтіндер берілген, және соны оқып, не туралы екенін білу керекпіз. Тыңдаймыз және қайталап оқимыз, балалар. Мен қазір оқып беремін. Snack attack. Жалпы snack дегеніміз, оқушылар, бұл жеңіл тамақтану. Қарын ашқан кезде арасында жұмыстың уақытында жеңіл тамақтанып алуды біз snack деп айтамыз. Ал олай болса бастаймыз.
All around the world, people love to take a break and eat a tasty snack. Let's take a look at a few snacks you can flood when you travel around. Shubat, Kazakhstan. Yani Kazakhstandiki shubat. A bowl of shubat or camel's milk makes a great snack. It tastes great and it's good for your health. Shubat can cure a lot of health problems. Drink it all up. Бұл жерде шұбат туралы қысқаша айтылған, иә. Қазақстан ол бізде түйенің сүтінен жасалған, иә, сүтінен алынған, яғни дәмі өте керемет, денсаулыққа пайдалы. Келесі жанына қараймыз. Peanuts and ketchup chocolate, Austria. Do you like ketchup on your chips? How about in a chocolate bar? Is that yes or no? Яғни бұл жерде жаңғақтан жасалған, кетчуп қосылған шоколад. Балдар, елестетіңдерші, Австрия еліндегі жеңіл тамақтың бір түрі екен. Яғни шоколадқа кетчуп қосады және жаңғақтан. Енді астындағын оқимын. Келесі lemon and pepper, Trang, Pakistan. Бұл жерде feeling thirsty? How about a nice lemon drink with pepper? Will it make you feel cool or hot? Бұл жерде оқушылар қатты шөлдедің бе дейді. Онда Пакистан, яғни Пәкістан елінде лимон сусынына ащы бұрышты қосып береді екен. Ондайды ішіп көріп пендер? Міне, бұл елде осылай ішеді екен. Келесі octopus flavored crisps, South Korea. A bag of octopus flavored crisps is a great way to get taste of yummy octopus and you don't have to chew on the legs. Бұл жерде балдар тырлаққа 8 аяқ қосып береді екен оқушылар. Міне, келесі fish and chips gelato, Australia. Келесі take two popular dishes, fish and chips and ice cream and put them together. Yummy дейді. Бұл жерде балық қосылған балмұздақ оқушылар. Бұл Австралия елінде екен. Және соңғысы Jelly Belly Tabasco beans, USA. Here some interesting sweets, jelly beans with the flavor of hot Tabasco sauce. Яғни бұл жерде тәтті мармеладқа ащы табаско соусын қосып береді екен. Бұл Америка құрама штаттарында. Міне балар, әр елде әр түрлі осындай жеңіл тамақтың түрлері бар екен. Өздерің үйде оқып шығыңдар. Енді келесі бетке қараймыз. Exercise 11, read and write the country. Жаңағы берілген мәтіндіге қарап отырып, біз жазылған сөйлемдерді қай елдің тағамы екенін тауып жазу керек біз қасына. Бірінші сөйлем Казахстан, екінші Австрия, үшінші South Korea, төртінші Австралия, бесінші Пакистан, алтыншы USA. Балар, қысқаша жазып шықтым осылай. Өздерің жазып оқып алсаңдар болады. Келесі 12-ші тапсырма бұл балдар. Жеке орындайтын тапсырма, яғни сол жеңіл тамақтың қалаған түрін таңдап, өз ойындағы жеңіл тамақты салып, сыныпқа айтып берсеңдер ауызша болады. Олай болса, келесі exercise 13, read, choose and complete. You can use your dictionary to help you. Бұл жерде де сөйлемнің мағынасына қарай төбедегі сөздерді қойып жазу керек. Біз біріншісі flavorous, екіншісі hot and spicy, үшіншісі chew, төртіншісі rare, бесіншісі dish, алтыншысы dessert. Міне осылай тапсырманы орындап жазып шығамыз. Жалғастырамыз оқушылар. Exercise 14, listen, point and repeat. Which of these do you like or which don't you like? Яғни суретке қарап отырып, қайсысы бізге ұнайды, қайсысы ұнамайды, сол туралы әркім өз ойын қысқаша жазып өту керек оқушылар. Мен қазір кішкентай ғана мысалға жазып өттім. Мысалға, I like a pot of yogurt, I don't like a pocket of peas деп жаздым. Енді осы төбедегі суретке қарап отырып, біз астындағы тапсырманы жазу керекпіз. Мен қазір айтып өтемін. Бірінші, a carton of juice, екінші, a loaf of bread, үшінші, a bottle of cola, төртінші, a pot of yogurt, бесінші, a carton of milk, алтыншы, a bar of chocolate, жетінші, a pocket of peas, сегізінші, a bottle of olive oil. Міне осылай жазып шығамыз. Next, келесі exercise 16, look at the trays, who eats healthy food, who eats junk food. Яғни кім денсаулыққа пайдалы тамақ жеп отыр, және кім денсаулыққа зиянды, пайдасыз тамақты жеп отыр, соны табу керекпіз.
Сәуле eats healthy food, Улан eats junk food. Яғни Сәуле пайдалы тамақ, Улан зиянды тамақты жеп отырған екен, иә? Exercise 17. Енді 17-ші тапсырмаға қараймын. 7-ші тапсырмада тыңдалым берілген. Мен астына тыңдалымды қойдым және Сәуле is A, Улан is B, яғни Сәуле A суретті таңдаса, Улан B суретті таңдаған. Міне осылай жазып аламыз қысқаша. Келесі бетті ашамыз, балалар. Exercise 18. Write the words in the right box. Үстінде тұрған ережеге сәйкес some, any, яғни бірнешедегі мағынаны білдіреді. Соған қарай біз астындағы сөйлемдерді суретке қарап жазу керекпіз. Some сөзімен honey, crisps, йогурт келсе, N сөзімен apple, onion, orange, ал сөзімен carrot, banana, potato деген сөздер келеді. Келесі тапсырма бізде exercise 19. Read and choose, яғни бұл жерде де some немесе any қайсысы дұрыс келеді, соны таңдау керекпіз. Бірінші some, екінші any, үшінші any, төртінші any, бесінші any және алтыншы some сөзімен дұрыс келеді екен оқушылар. Енді соңғы жаттығу exercise 20. Ол жерде де әркім өзі жеке орындайды, суретке қарап отырып, lunch box, яғни түскі асығы тамаққа кім не жейді сол туралы жазса болады. Мен қысқаша жаздым. Мысалға, there is a burger, tomato, chocolate and an egg in my lunch box деп жаздым. Әркім өз қалауы бойынша жазады. Балалар, міне барлық тапсырманы орындап шықтық, жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.